үзілмеген түндерің сенің қайда жылағаның көл болып толды ма уайымдама жақсының бәрі алда күн шуағын күтуден шаршама бәрі алда уайымдама Брат, фотоға түсірші? Давай. Давай. Төменнен алшы, қалжанның бойы ұзын бұл көрініп. Менімен де түсіре саласың ба? Қайсыған қараймыз, анаған ма дейсің? Бірақ портретпен сөз, портретпен. Өзіміз бұлғыр жүріп. Жан жаққа қарап қарауымыз да, бірақ түсіріп аш, случайный фото деп сақырып. Давай. Тоқта, брат, дурак просто болып қалды ғой, дұрыс аптай, сарылас. Бол, осылай, да, кет. Ты меня снимаешь? Кеңдер жігіттер селфи аламыз. Асқар сен бойың ұзын, сен алшы ма? Ой, бля. О! Жақын достарым қасымда, гайкуас. Машина алған досың. Мен магазин кеттім барып келемін. Жүрсе өтсе барып қайтамыз. Міне тиіп тұр мына жерде. Сонда машина алғаныма бір апта болды, әлі үйге қойған жоқпын. Енді дұрыс қой, үйіңді сатып машина алдың ба сен? Дұрыс қой, машина ішінде қойып жүрмін. Алдым ғой, 160-ға шейін шығарып көрдім, ары қарай духым жетпеді. Бассаң кете береді негізі тамыр. 2-3 болғанмен бар ғой, 2-8, 3-2 плита моторлар бар ғой. Алып қояды, жылады мынау. Сместі ғой. Машинаң тап-таза свежий екен, бірінші басында бірінші хозяин әйел болған ғой. Жақсы қарағанда машинаға. Көп айта алмаған ғой негізінде. Пробегін көрдің ба? Машина аламын ғой, ертесінде Мадина жазып кетті ғой. Кім ол? Маған ғой, алып кет деп жазып отыр. Қайта. Брат, сенесің ба? Вообще бензин жемейді. Неге? Дизельмен жүрді ғой өйткені бұл. Ой. Алтында бір 100 теңгелік болса, моторына 100 теңгелік қойшы. Құламай ма, родной? Жоқ, таба алмай қаласың да. Темір жима бір бәлем ана. Қош? Сен туған ағасы 200 доллар көрінтіп қоя қойшы. Қош. Тыңғасың ана алса. Деп қойған. жігіттер жанып тұрған үмітте Шигол, темекің бар ма, темекің? Жо, бауырым, жоқ. Жоқ, тусай сен қазір. Тусай? Не олды бауырым? Ассалаумағалейкум, темекілеріңіз бар ма? Қурап тұрдым просто, түсінесіздер ғой жүр. Түсінбедім бауырым сені мен, жақындап айтшы кішкене. Темекі деймін, темекі. Темекі? Сөз, темекі деп қалдап тұрған темекісін көтіне. Игі жақсыларла, құрметке лайықлар жинал қапсыздар. Жаңа магазиннен бір башы темекі алдым, сол сіздерге сыйға тартсам деген ғой. Қайдет жаңа? Жақсы смет, бүгін. Бүгін вирусты өлтіреді, спорт всегда. Үйлеріне бір жарты ара қалып қойнар, күлкілі емес ол деген. Бұдан бәрі келмейді уже. Тізесі шыққан вообще. Бір жаңадан бірдеңке ойлап табыңдаршы. Кім неменеге жауап береді мына жерде? Братан, біздікі WhatsApp'та ха-ха прикол жіберіп қой. Белая приора черного цвета деген мем ғой. Мен мысалы WhatsApp'тан коронавирус туралы слухтар жіберем, онлайн сабақ туралы слухтар жіберем. Бауырсақ қасқырдан өлең айтып құтылып кеткен жоқ па? Дегенді мен шығарған. Мен таза оппозицияны жазам. Ана Қытайлар кіріп жатыр. Ана Америка деген жаулап жатыр бізді. Ана көзін құрты керек бәріні. Доғарыңдар мынаны. Өтірік информация таратпасыңдаршы болды. Ертең алады да, солай істейді. Құрметті достар, егер де осы видеоны 10 адамға жіберсеңіздер, ондайша сіздерді ровно 24 сағаттан кейін бақыт күтеді, байлық күтеді. Но это не точно. Көкем-ау, тепшеш. Марты өкен ғой таза, балшыққа батқан ана. шал кеп бірді қолда өске досы Күйім шамырып кетті. Жанбай ма не? Қара жауып қырдың дүниесі. Осының бабын таба алмадым ана. Сен не өрсен, маман жеңші дейсің. Енді ақ кенже демейтін шығар ғой. Магазин көріп тұрсам бірден алайын ба? Так бір сигарет ал, напиток ал, сосын жемешке алсалшы. Жан қасыта қойшы мұнаны. Баяғыда болғанда ол вампындардың кезіндегі ау деймін сол. 60-61-дің төңірегі ау сол.
осындайыңды қойшы, шалдар соны. Несі бар осы шалдар сияқты дымы да жоқ қыз. Айтшы нағашы екен бірдеме деп. Қой, нормально, шал дейтіндей шалдың темасы емес. Жігіт конченый.